Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Көрінісінен пайдасы көп компотты отбасымызбен ұнатамыз. Дәл осы каркадамен дайындалған сусынды жиі жасаймын. Арнайы сіздер үшін бөлісуді жөн көрдім. Каналға тіркеліп, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар. Сыйға сыра демекші, алдағы уақытта парақшама пайдалы видеолармен бөлісіп отырамын. Ал ендеше қайнап тұрған 6 литр суға 1 кесе құмшекер, 5-6 қасық каркаде салдым. Бір пачка каркаде 80 грамм алып қойсаңыздар біраз уақытқа жетеді. Және лимонный кислотадан біраз қасық салдым. Слива мен алманы алдын ала турап дайындап алдым. Дәміне қарай жобамен бір кесе көлемінде қостым. Бетін жауып бір қайнатып, бөлме температурасына тұндыруға қойдым. Өте дәмді сусын болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Холодильникте 3-4 күнге сақтасаңыздар болады. Каркаде ол кәдімгі шай, бөрітарақ деген гүлдің кептірілген жапырағы. Каркаденің құрамында калий, кальций, темір мен магний, селен сынды минералды заттар бар. Және антиоксиданттар, яғни қатерлі ісіктің алдын алушы болады. Тағы да С мен В тобының дәрумендері бар. Каркаденің қан қысымының алдын алуға, әрі қан қысымын емдеуге көмегі өте көп. Каркаде жүрек жүйесінің жұмысын жақсартып, артериалды қан қысымын реттеуге септігін тигізеді. Күніне 1 стакан каркаде ішкеннің тағы бір пайдасы шөптің қабынуға қарсы емдік қасиетінің барында. Ағзадан улы заттарды шығарып, тазалауға жақсы көмектеседі. Сондай-ақ өттен сөл бөлінуді жақсартып, ағзадан артық сұйықты шығарып тастауға, зат алмасымды күшейтуге, ми жұмысын белсенді етуге көмектеседі.